UFC жұлдызы Шавкат Рахмоновтың отбасы жол апатына түсті. 27 шілде күні таңғы сағат 8:50-де Алматы-Екатеринбург республикалық тас жолында ауыр жол апаты тіркелді. Toyota Land Cruiser 200 көлігінің жүргізушісі Қарағандыдан Алматыға келе жатып, рөлге ие бола алмай көлік аударылып кеткен. Жамбыл облыстық полиция департаменті мәліметінше, қайғылы оқиға салдарынан 2 адам қаза тапты. Тағы 2 жолаушы түрлі жарақатпен Шу қаласындағы ауруханаға жеткізілді. Ресми ақпаратта апатқа ұшырағандардың есімдері аталмағанымен, Тенгриньюз кезі дерегіне сүйенсек, көлікте UFC жұлдызы Шавкат Рахмоновтың жары Гулайым Рахмонова мен баласы болған. Желіде тараған деректерге қарағанда, көлікте болған 39 жастағы әйел оқиға орнында, ал 35 жастағы тағы бір әйел ауруханаға барар жолда көз жұмған. Гулайым Рахмонова мен ұлы ауыр жарақат алғанымен, жағдайлары орташа ауырлықта. Қазір оқиға бойынша Қырғызстан қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 бөлігі көлік құралын жүргізушінің жол қозғалысы ережелерін бұзуы немесе көлік құралын пайдалану ережелерін бұзуы салдарынан 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соғу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Бұл оқиға тек танымал спортшы үшін ғана емес, бүкіл ел үшін ауыр жаңалық болып отыр.